шашының жағдайында қарайық. Негізі шаштарын жаман емес, ұштары сәл құрғақ екен. Бірақ біз сонымен жұмыс жасаймыз. Қиюдың қажеті жоқ. Жай ғана жақсылап күтім жасап жіберсек, негізі жеткілікті. Артқы шаштарынан да көрейін. Қазір мынандай шам бар, екеуі екі түрлі әсер береді негізі. Екеуімен де қарап шығайын. Мына жақ шаштар, кейбір үйлері дұрыс болмай қалуы мүмкін, немесе бәлкім артқы жағында ақ шаштар бар шығар, бірақ ол ештеңе етпейді. Негізі ақ шаш жасқа қарамай әртүрлі себептерден шыға береді, мысалы күйзелістен. Негізі барлығы жақсы.
ыстық болатынын білесің. Сондықтан да сенің шаштарың күйіп қалмау үшін осында шағайық. Бұны шаюдың қажеті жоқ. Оған қоса бұл сенің шаштарыңды жұмсақ қылады, және де әрине шаштарыңды қорғайды. Кейін далада жүрген кезде де күн сәулесінен қорғайды, әрі шаштарыңды қалпына келтіреді. Негізі пайдасы өте көп. Бұны сеуіп шаштарыңды тарап жіберу керек. Сол кезде бұл бүкіл шаштарына тарап жақсылап жағылады. Сол кезде барлық шаштарыңды қорғайтын болады. Ендеше сен басындағы орамалды алып тастайық. Осылай орамалды көздеріңді жұмсам болады. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Енді сенің шаштарыңды тарап жіберейін. Сен тек жай ғана тұра бер. Шаштарының ұшы ұйыстып қалыпты.
ұсақ шашына алдымен осы жақ шаштарымен жұмыс жасайын, сосын келесі жағына көшеміз. Менде мынандай спрей бар. Бұл жалпы шашты қалпына келтіруге арналған спрей. Бұл спрейді жуып шаюдың қажеті
шаштарыңды түзетемін, бірақ та алдымен қолғап киіп алайын екен, шыны ыстық болды. Шаштарыңды дұрыстап жіберейін, тарап. Енді егер де қарсы болмаса, сен шаштарыңа мынандай заколкаларды тағып берейін. Мынандай саған ұнайды